Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген сары майымызды, бір жұмыртқамызды және де қантымызды қосып, үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Құрғақ заттарымызды алдын ала бөлек дайындап аламыз. Ұн, какао, разрыхлитель үшеуін. Ұн мен какаоны міндетті түрде електен өткізіп жіберіңіздер, себебі какаоның ішінде түйіршіктер өте көп болады. Барлығын салып болғаннан кейін қолмен араластырып, осындай жұмсақ болып шығатын қамыр илеп алуымыз керек. Міне біздің қамырымыз осылайша қолға жабыспайтындай болып шығуы керек. Ыдысымызға алып, менде диаметрі 26 см, осылайша орналастырып шығамыз. Сіздер кез келген формаға орналастырып шықсаңыздар болады. Және де оның үстінен қасықпен осылайша түзулеп шығамыз. Ендігі кезекте начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін варенкаға 50 грамм арахисті салып, осылайша қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Бізде варенка Дев фирмасынікі. Басқаларын пайдалансаңыздар да болады, бірақ та дәмі жағынан осы Дев фирманікі өте әдемі. Формамызға салып, лопатаның көмегімен барлығын тегістеп салып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Енді бетіне ганаш дайындаймыз. Ол үшін ерітілген сары майға Қазақстан шоколадын қосып, екеуі микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз, немесе водяной баняда ерітсеңіздер де болады. Және де піскен пирогымыздың үстінен салып, лопатканың көмегімен осылайша тегістеп шығамыз. Холодильникке 15 минутқа қойып, кейіннен алып, кесіп жіберсеңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Тестасы да песочный болып. Ауызашарға десерт ретінде міндетті түрде дәл осы рецептпен отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Дәмі өте әдемі болып шығады. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Арайлым.